Сәлем, бұл жақсы болады арнасы сіздермен әдеттегідей жақсы болады. Өтірік гиф жасаудан әлем чемпионы Гусейн Гасанов Қазақстанға келіп фан встреча жасамақшы болды. Бұл істе оған өтірік гифтің Қазақстан бойынша чемпионы ННН көмектесті. Қазір барлық видеоларды көрсетіп, мұның барлығы неліктен ессіздік екенін түсіндіріп беремін. Бастамас бұрын каналға жазылып, бір лайктарыңызды басып кетіңіздер. Жаңағы мастер спорталардың фанаттарына бұл видеоны жіберуді ұмытпаңыз. Ал біз кеттік. Күні кеше, яғни 29 шілде күні танымал ресейлік блогер Гусейн Гасанов, алматылық блогер ННН екеуі КБТУ университетінің артында фан встреча жасамақшы болды. Видео шақыруларын бірге тамашалайық. Мен әлі әлемдермен кезген жоқ. Ты хочешь встречаться? Сегодня фан-встреча в Алмате сзади университета КБТУ. Короче, былай, мына университеттің атын білмеймін, осы жерде примерно көрсетші. Короче, осы жерде жиналамыз, барлығымыз давай, спокойно, асықпай келіп, суретке түсейік, жолғайық. Сағатын бәрін осы жерге жазып кетеміз, осы жерде боламыз. Егер көргілеріңіз десе, суретке түскілеріңіз десе, келсеңіздер болады. Және ал Гусейн сіздерге подаркым бар дейді. Бақтан күтеміз, кім көргісет, келсеңіздер болады. Давайте все нормально, ят болмай, спокойно, жақсылап өткізетін болады. До встречи! Гусейн жаңа ғана КБТУ деген университеттің атын атаған кезде, мына университеттің атын білмеймін дегені қалай кетті НННнің. Реклама жасамай қояйын деп ойлады ма, әлде білім ордаларынан шынымен алыс па білмедім. Жігіттер ұят болмасын, тыныш асықпай кездесейік дейді. Олай болмайтынын өздері тым жақсы біліп тұр. Гусейннің фанаттарын айтпай қояйын, НННнің бұған дейінгі фан встречаларын өздеріңіз қарасаңыздар болады. Сарыағаш, Қызылорда, Шымкент және мына жұртшылықты Таразды қараңыздар. Осында кездесулерден кейін қалай адам көп жиналып кетеді деп ойламадық дейді бізге. Енді бұл жерде мына жас қыздар жігіттерге не деймін? Бір жұлдызды көрем деп өзінің адам екеніңді ұмытудың қажеті жоқ ағайын. Сіздерге армандары орындалады, нет ничего невозможного, Гусейн банда деп тұрып өзінің қымбат көліктермен қымбат үйлерін көрсетіп мақтанады. Болды, контенттің барлығы осы. Бай өмірге қызығып қарайды көбісі. Ол ақшаны, ол үйді табу үшін күні-түні еңбек ету керек екенін неге түсіндірмейді? Или блогерлер гифті өз ақшаларына жасайды деп ойлайсыздар ма? Бір гифті өткізгеннен кейін ойланбай жаңа пәтер мен көлікті не үшін алып жүр деп ойлайсыздар? Қазір сол блогерлердің айтқан шындығын көрсетемін. До конфликта с Жанабыловыми я их защищала. Вот и всегда, знаешь, типа, когда Ванеров высокий, я такая, Ванер, вы что, хули их трогаете, типа. Потом появились гиверы, я говорю, а хули вы их трогаете, хотят и делают. И типа, вы зарабатываете там нормально. К примеру, они зарабатывают от 80 миллионов с гива, скажем, да? Ой-ой. То есть, примерно... Сейчас вот завтра все. Можно паузу? Ты уверена, что вот эти цифры надо озвучить? Не 80, но... Нет, ну можно их обрезать вообще в принципе, я вообще сама... Я уже сыграю. Нет, вообще... Нет, ну, например, я потому что заходила в гиф к Жанабыловым, и вход стоил 1 600 000. Увидев такие деньги, им похую, что мы тут говорим про гивы. Они покупают себе квартиры, машины, да, ну там, и мы тоже, да, зарабатываем. И тяжело потом вернуться, все равно қазақ злой. Бір гифте неше спонсор тұрады? Спонсор деген жаңағы партнерлар ғой. Заберите моих друзей деген адамдар. 140 спонсор тұрса, әр спонсор 1,5 миллион теңге төлеп кірсе, 140 спонсор блогерлерге 210 миллион теңге әкеледі. Оның белгілі бір проценті ұйымдастырушыларға, фотограф, анау-мынау шығындарға кеткеннің өзінде айналайындар-ау, сіздерді пайдаланып ақша тауып жүрген адамға табынып не істеп жүрсіздер? Онда үкіметке табынайық. Тоқаев келген кезде сол машинасына жабысақ, үстіне мінейік, бір-біріміздің үстімізге мініп айқай шу шығарайық. Мемлекетте біздің жиналған салыққа бізге жағдай жасап жүрген жоқ па?
блогерлер айтпақшы, мои подписчики сіздерге сыйық таратайын деп едім. Ол сыйлық жетті ма, жетпеді ма? Бұл да тура сол жағдай. Арнайлап мына бауырыма айтарым. Думаю, там будет толпа, будет давка, и многие не смогут сфотаться. Но мне хватит счастья просто, чтобы посмотреть на него со стороны, потому что, блин, давно мечтаю, это просто мотиватор жизни мой. Просто Гусейн Гасанов посмотрел мою историю, вы просто не представляете, как он меня переполняет эмоции. Он посмотрел и выложил историю, это просто капец. Надеюсь, мне удастся просто с ним сфоткаться, и просто одна фотка, это будет мотивация. Просто все стоят и ждут, все ждут уже, все, многие собрались здесь, короче. Бәрі бай болғысы келеді, бірақ бай болудың жолын ойлау керек. Әркімнің кумирлері әртүрлі. Әркім өз еріншектігіне қарай кумир іздейді. Біреу Илон Маск, Стив Джобс секілді еңбекқор, білімді болғым келеді дейді. Сонда байып кетем деп ойлайды. Біреулер жоғарыдағыдай жеңіл ақша аспаннан түскен сыйлық ұтып, жұмыс істемей миллион подписчик жинап бай болам деп ойлайды. Енді кешегі фан встречаға оралайық. Сіздердің кумир көріп жүрген блогерлеріңіз сіздерді ойламайтындары, сіздерді пайдаланғандары көрініп қалды. Қалай? Ешкім оларды сұраған жоқ. Бұл бір дүкеннің ашылуы емес, бір гифтің басталуы емес. Бұл өздерінің қалап шақырған фан встречалары. Адам көп болатынын білді ма? Білді, 100%. Алматы қаласы коронавирус жұқтыру бойынша қызыл аймақта жүргенін білді ма? Білді. Яғни адам жинауға болмайтынын тағы білді. Бұдан қандай түйін? Кеше Алматыда жиналған 2000-дай адамның бір-біріне ауру жұқтырып, өліп жатса да кумирлеріңе бәрібір. Бір күнде коронавирустан өліп жатқан адамдардың саны күн сайын рекорд жаңартуда. Бүгін, яғни 30 шілде күні таңғы статистика бойынша бір күнде 100-ге жуық адам қайтыс болыпты. Бірақ Гусейн Гасановқа маған похуй. Қысқаша айтқанда бәрібір. Осымен тоқтадым. Каналға жазылып, бұл видеоны гифқа қатысатын достарыңа жіберуді ұмытпа. Гиверлердің схемасында өз орындарыңды алып қайтесіңдер. Сіздермен болған жақсы болады, бәрі жақсы болады. Рахмет.